Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір сахаба, аустық, ансарлық бір сахаба келеді. Науфал деген. Сосын айтады: "Я Аллахтың елшісі, араайта, не айтасыз маған? Ин соллейту ас-салаватил хамса, мен 5 уақыт намазды оқысам. Ва сумту рамадана, рамазанда оразасын тұтсам. Ва ахлалту ал-халала, Алланың адал дегенін адал тұтсам. Ва харрамтул харама, Алла Тағаланың харам дегенін харам тұтсам. Сумма ла азиду алейха шей'ан, сосын осыған ештеңке қоспай өмір сүрсем, осында жеткілікті көрсем өзімді тозақтан құтқаруға, адхулул жанна деген, жәннатқа кіре алам ба мен, егер өмірімнің аяғына дейін осыны ұстай алсам?" Пайғамбарымыз жауабын қараңыз: "Нағам, әрине кіре аласың" дейді. Оны осы амалдарды жеткілікті көрген адам, түсіндіңіз ба? Жеткілікті көрген адам осылай. Сол бір кісі келіп айтады Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға, Қудоға деген рудан келіп айтады: "Я Расулалла, я Аллахтың елшісі, не айтасыз маған? Ин шахидту аннаху ла илаха иллаллах, Алладан басқа тәңір жоқтығына куәлігімді берсем, ва аннака Расулаллах, сен Аллахтың елшісі екендігіне куәлігімді берсем, ва соллейту салата, жаңағы 5 уақыт намазымды оқысам, ва сумту шахран, жаңағы Рамазан айын ораза ұстасам, ва қумту рамадана, Рамазанның түнін түнгі намазбен өткізетін болсам" деп өстіп айтып атқан кезінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Мән мата аля хаза, кімде-кім осындай халде өлсе дейді, кана мина сиддиқина ва шухада, онда шыншылдар мен шейіттердің қатарына енеді" дейді. Исламның көрсе, анау көп аяттарда өздеріңіз білесіздер, ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха, Алла Тағала адам баласына әрбір жанға көтере алатын нәрсесін ғана міндеттейді. Ол кісі өзінің көтере алатын нәрсесін солай баяндап тұр. Сол сәтте, одан кейін оның өмірінде қандай өзгерістер болды жақсылыққа қарай біз біле бермейміз. Бірақ жаңағы оқиғаны қарайтын болсаңыз, Пайғамбарымыз не деп айтып жатыр? Кім осы халде өлетін болса, онда шейіттермен, шыншылдармен бірге болады дейді. Сондықтан мынау мұқтасид дегенде, бұл осындай Алла Тағаланың парыздарын әдемі орындайды, ұқыпты, харамдарына жақындамайды. Мүлде өмірінде. Осылай өтіп кетеді ол өмірден. Осылай өтіп кеткен, осы нәрселерді жеткілікті көрді, өтіп кетті. Бұндай адамның есебі қиямет күні жеңіл болады дейді Ибн Аббас. Ол адамның есебі қиямет күні жеңіл есеппен есептеледі дейді. Ал жаңағы әуелгі золимун ли нафсихи деген, өзіне әділетсіз болып жүрген, парыз екенін біледі, істемейді, харам екенін біледі, істеп қояды. Ол ішкі дүниесінде оның Алламен екі арада проблема. Ол біреуге проблема жасап жүрген адам емес, өзіне проблема жасап жатыр дейді Алла Тағала. Өзіне жан дүниесімен арпалысып күресе алмай жатыр. Алла Тағала оның үкімі өзіне әділетсіз болып жүрген адам дейді. Ибн Аббас айтады, бұл кісі асылы ла илаха иллалла болғандықтан, Мұхаммад Расулулла болғандықтан, ол түбінде жаңағы мысалы кешіріміне Алланың келеді пайғамбарымыздың шапағаты арқылы дейді. Түсіндіңіздер ме? Үшіншісін қараңыздар. Ва минхум сабиқун бил хайрат. Жақсы істерде мынау жеткілікті деп қанағаттанбай, тағы не бар істейтін, пайғамбарымыз қалай істеген екен деп мұстахаб амалдарды, парыздарды қатырды. Бұның парыздың шеңберін қатырғаннан кейін сыртын мұстахабтарға толдырды. Ары қарай тағы не бар деп жүр. Озғысы келеді алға қарай. Жақсылықтарда озғысы келеді. Дүниеде ода ешкіммен бәсеке жоқ. Түсінсіз ба? Алланың алдында осындай жақсылық бар дегенді естіп алғаннан кейін тыным таппай жүргендер. Озаттар, сабиқ деген озаттар. Алла Тағала харам қылды белгілі бір нәрселерді. Харамның шекарасын жөндеді. Одан кейін харам болмаса да нені жек көреді екен? Харам қылмаса да, мынандай нәрселерді пайғамбардың сүннетінде жек көріледі деп айтылған. Макрухтерге де жақындамайды. Көрдіңіз ба? Макрухтерге де жақындамайды. Одан кейін мубах нәрселер. Хала жаңағы істесең сауап та жоқ, күнә да жоқ. Сол мубахтардың бір талайын атқарусыз қалдырған өмірінен. Алға қарай осып баратқандар.
Биизнилле дейді. Алланың рұқсатымен. Не үшін Алланың рұқсатымен деген сөзді қосып жатыр? Мына соңғы әс-сабиқ бил хайрат, жаңағы жақсылықтарды көп жасап жүрген адам өзім жеттім осыған деген сөзге ешқашан бармас үшін менің рұқсатыммен болып жатқан нәрсе ғой дейді Алла Тағала.